Мәжіліс жасанды интеллект туралы заңды қабылдады. Жаңа заң жасанды интеллект жүйелерін тәуекел деңгейіне қарай жіктейді. Мысалы, стратегиялық инфрақұрылымда немесе киберқауіпсіздік саласында қолданылатын жүйелер ерекше бақылауда болады. Құжат сондай-ақ адамдардың келісімінсіз олардың мінез-құлқына ықпал етуге, әлеуметтік скринингке, яғни адамдарды мінез-құлқы бойынша бағалауға, эмоцияны талдауды келісімсіз жүргізуге, қоғамдық орындарда бет-әлпетті нақты уақытта режимде тануға қатаң тыйым салынады. Жүйе арқылы жасалған кез келген контент міндетті түрде арнайы белгіленуі тиіс. Авторлық құқық мәселесі де нақтыланады. Тек жүйе өзі жасаған туындылар қорғалмайды, ал пайдаланушы енгізген шығармашылық сұраныстар, яғни промпттар, авторлық құқық нысаны бола алады. Егер жүйе жүйесі зиян келтірсе, жауапкершілік оны иеленушіге немесе операторға жүктеледі. Бұл азаматтардың құқығын қорғауды күшейтуге бағытталған.